Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Желідегі зейнетақы төлемдерін қайта есептеу жайлы ақпарат жалған. Еңбек министрлігі азаматтарға тексерілмеген сілтемелерге өтпеуге кеңес береді. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде зейнетақы төлемдерін қайта есептеу арқылы оны 30-40%-ға арттыру мүмкін екендігі туралы ақпаратқа қатысты Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі пікір білдірді, деп хабарлайды КАЗ 365 КЗ. Құрметті көрермендер, осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіңіз. Олар да алаяқтарға сеніп қалмасын. Және де бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.